Журналистік шеберліктің кемел мектебі «Казахстанская правда» газетінің жарық көргеніне 105 жыл. Газет оқу зиялылықтың белгісі. Ахмет Байтұрсынұлының «Газет халықтың көзі, құлағы, һәм тілі» деген сөзі бүгінде өзектілігін жойған жоқ. Қазіргі таңда ақпарат алмасудың заманауи тәсілдері өте көп. Қазір айтылған ақпарат көзі ашып жұмғанша сол мезетте ғаламтор, түрлі сайттар мен әлеуметтік желілер арқылы әлемге тарап жатады. Бірақ газет оқу мәдениеті қашанда талғамы жоғары оқырманның талабы. Шынайы ақпарат, секунд сайын жаңарып тұратын сайттардан газетті айрықшалап тұратын негізгі басымдық осы. Ғасыр жасаған тарихы бар «Казахстанская правда» газеті 1920 жылдың 1 қаңтарынан бастап орыс тілінде шыққан «Известия Киргизского края» газетінің негізінде жарық көрді. Ол бейсенбі сайын жарық көретін апталық газет болған. Жарты жылға жазылу бағасы 50, ал жеке саны 2 рубльден тұрған. 1921 жылдан бастап «Известия Киргизского края» газеті «Степной правда» деп аталды. 1923 жылдан бастап газет «Советская степь» атауымен күнделікті түрде жарық көре бастады. 1932 жылы 20 қаңтарда Қазақ өлкелік комитетінің 3 пленумының жарғысына сай «Советская степь» атауы «Казахстанская правда» деп өзгертілді. 1932 жылы 20 қаңтардан бастап аталған газет осы атаумен шығып келеді.